Сіз әлі күнге дейін киік пен ақбөкен екі түрлі аң деп ойлап жүрсіз бе? Онда менің айтар ақпаратым сіз үшін өте қызық әрі қажет болары сөзсіз. Қазақ тіліндегі жан-жануар атаулары халықтың табиғатпен етене өмір сүргенін айғақтайды. Әр мезгілде аң-құстың түр-түсі мен болмысындағы өзгеріске қарай бөлек атау беру сол дәлдіктің бір мысалы. Соның бірі киік пен ақбөкен. Мұхтар Мағауин Сары Қазақ шығармасында былай дейді: жазда киік, қыста бөкен екен. Антилопаның бір ғана тұқымының ортақ атауы. Жазда жүні тықыр, жер түстес құбақан киік, қысқа қарай қалың ақ тон киеді. Бөкен немесе ақ бөкен дегеніңіз осы деп жазады. Яғни жазда аңның жүні қысқа, сарғыш тартып, жер түстес құбақан болғандықтан киік деп аталса, қыста жүні қалыңдап, аппақ түске енген соң бөкен немесе ақ бөкен деп аталады. Ғылыми тұрғыда бұл бір ғана жануар, яғни сайга антилопасы. Демек, киік пен бөкенді екі бөлек аң деп ұғу қате түсінік. Бұл атаулар маусымдық ерекшелікке байланысты ғана өзгеріп отырған. Қазақ халқы үшін киік табиғаттың сұлу символы, еркіндіктің бейнесі. Ал халықтың оны әр мезгілде дәл сипаттап, бөлек атаумен атауы тіл байлығының, байқағыштықтың және дүниетаным тереңдігінің айқын көрінісі деп білеміз. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.